Талдықорғанда ұлттық ат спорты түрлерінен республикалық жарыс өтті. Жеңіс күніне арналған аламанға Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы мен Қырғызстаннан жалпы саны 100-ге тарта сәйгүлік қатысты. 5 шақырымдық тай бәйгеде Жамбыл облысы Қордай ауданының Тұмар атты жүйрігі мәреге өзгелерден оқ бойы озып келді. 9 шақырымдық Құнан бәйгеде Шығыс Қазақстан облысының Джелли атты қылқұйрығының бағы жанды. Көрермендер атшабардағы үзіліс кезінде аударыспақ, теңге ілу, қыз қуу секілді ұлттық спорт түрлерінде қызықтады. 15 шақырымдық тоқ бәйгеде Қарасай ауданының Сұңқары бірінші келсе, жорға жарыста Алакөлдің тайфунына жететін ешкім болмады. Аты бәйгеден келген атбегілер 1 миллион теңгеден сыйлық алды. 1,5 миллион теңге тігілген аламанда Жамбыл облысының аты озды. Бұл жеңіс күніне арналған біздің дәстүрлі Алматы облысы Талдықорған қаласында дәстүрлі бәйге өтуде. Талдықорған облыстық ипподромы 2003 жылы негізі қаланың құрылыс жүргізіліп салынып біткен болатын. Содан бері міне биыл 15 жылдың көзі болып отыр. Осы жерде үлкен додалы бәйгелер, жарыстар өтуде. Бәйгеге қатысатын аттардың деңгейлері өсіп, сәйгүліктердің қандары тазарып дегендей, көбіне араб жылқылары, Еуропа жылқылары, ағылшын жылқылары көбіне қатысуда.